Кез келген несие алған адам осыдан құтылсам, енді несие деген пәлеге жоламаспын деп ойлайды. Бірақ несиеден құтылған соң да дүкеннен әлдебір затты ұната қалса, соны қарызға алғысы келіп тұрады. Қысқасы, несие алу дегеніңіз әдетке айналып кете барады. Осы күні шай үстіндегі әңгіменің аяғы ақшаға барып тірелетін болды. Несиемен отырмыз деп мұң шағады жұрт бір-біріне. Жиен бауырым өткенде апайымен жездесі туралы әңгіме айтып отыр. Олар несиесіз отыра алмайды. Нанды да несиеге алады деп. Бұл несие дегеніңіз кімдерге құт болғанын Құдайым білсін, бірақ көпшілікке жұт болып тигені жасырын емес. Несиесін жаба алмағандықтан өз-өзіне қол жұмсағандарды да, соның кесірінен отбасынан айырылғандарды да көрдік. Мәселен, бірде қаламызда мынадай оқиға болды. Жанат атты жігіт бірнеше банктен жағалай несие алып төлей алмаған. Банктер жан-жақтан қысқан соң жаңадан тағы бір несие рәсімдемек болады. Оған ешбір банктің жаңа несие бермесі анық, сондықтан жолдасы думанға қолқа салады. Әйеліңе айтпай несие алып берші, сол ақшамен бұрынғы қарыздарды жауып тастайын. Волга автокөлігімді әне-міне сатқалы тұрмын, өте салысымен сол ақшамен сенің атыңа алынған несие жабылады дейді ол. Досының көңілін жыққысы келмеген думан оған қыруар ақша алып береді. Қырсық бар айналдырса шыр айналдырады емес пе? Бірнеше күннен соң жолда келе жатып Жанат Волгасымен бір көлікте қағып кетеді. Волгасы сатуға жарамай қалғаны былай тұрсын, енді әлгі соққан көлігін жөндеу қажет болды. Осының бәрінен жүйкесіне салмақ түскен Жанат ақыры асылып қайтыс болды. Ал думан оған несиені әйеліне ескертпестен әперген еді. Қарыз жабылмай жатқандықтан банк қызметкерлері үйге қоңырау шалып, несие туралы хабар әйеліне жеткенде үлкен айғай болып, думан мен әйелі ажырасып кете жаздап әрең тоқтады. Қоғамымызда аракедік болса да орын алатын біреудің атына несие рәсімдеу сияқты алаяқтық оқиғалар да баршылық. Бөгде біреудің құжаттарын қолға түсірген алаяқ ондайда банк қызметкерімен ауыз жаласқан болуы да ықтимал. Бүгінгі таңда банк қызметкерлері несие рәсімдеушінің фотосуретін камераға түсіретіні белгілі. Ондайда алаяқ суреттегі адамға, яғни қолындағы құжат иесіне ұқсас адамды іздейді. Банк несие рәсімдеушіден жұмыс телефонын және бір-екі туысының телефон нөмірлерін де сұрайтынын білеміз. Алаяқ мұны да алдын ала ойластырып, өзі білетін біреулерді қоңырауға жауап беруге әзірлеп қояды. Жалпы алаяқтық әрекетке жол бермеу банк қызметкерлерінің қолындағы жайт. Солай бола тұра, алаяқтық орын алып тұрады. Демек, мұндай келеңсіздіктерге банк менеджерлерінің өздері де кінәлі. Тағы бір атап өтерлік жайт, адам баласының басынан түрлі жағдайлар өтеді. Біреу қатты ауырып несиесін төлей алмауы мүмкін. Енді біреу жұмыссыз қалып, қаржы қиындығына тап болып жатады. Ондайда жағдайды түсініп, жеңілдіктер ұсынатын немесе несие мерзімін уақытша тоқтататын банктер бар. Өкінішке қарай, барлық жайтқа көз жұма қарайтын банктер де жоқ емес. Олар әбден ашкөзденіп алғаны сонша жағдайын айтып өтініш білдіргендерге, бізде ешбір жеңілдік қарастырылмаған деп шорт кесіп жауап береді. Бұлай қарасаңыз, мұндай бірбеттілік Алланы мойындамағанмен бірдей сияқты ғой. Қысқасы, банктегі несие саясаты, ондағы несие алушыларға қойылатын талаптар түзелмей, халық еңсесін көтере алмайды. Қарыз үстіне қарыз жамап, төленбеген несиесінің кесірінен күні ертең азаматтарымыздың бәрі темір тордың ар жағына кетуі ғажап емес. Осыдан соң еңсесі езілген елден қандай рух, қандай отансүйгіштік, қандай адамгершілік іздеп табарсың?